Қайырлы таң, қымбаттым. Мен әйелімді сүйдім. Оның жасына сай, сымбатты, спорттық фигурасы болды. Ұятсыз. Ол күлген бетін маған қарай бұрып, ойнақы сілтеп жіберді. Мен таңғы ас дайындағаным жөн. Деп күлді ол. О, бұл енді менмін. Мен жауап беріп, ас үйге кірдім. Бүгін менің әйелімнің үлкен күні. Ол халықаралық қатынастарға арналған конференцияда сөйлейді, сондықтан ерекше мұқият дайындалады. Мен жұмыртқа, тост, кофе пісірдім, тіпті қызым иіске қай бөлмесіне шықты. 20 жасар ақымақ, әлі үйлене алмаған. Ол бүгін ешқайда кетпеді, сондықтан ол үлкен фигурасын құшақтайтын жылы қызғылт жүнді костюм киді. Сәнді құлақтары бар капюшонның үстіне ол сымсыз құлаққап киген, менің ойымша, ол түнде де шешілмеді. Енді түсініксіз бірдеңе деп күбірледі де, сэндвичке май жағып, кафені алды да бөлмесіне кетті. Компьютерде ойнай берді, жатым бөлмемізден шыққан Ларисаға соқтығысты. Маша, компьютердің алдында тамақтанба, мен мұны қанша рет қайталай аламын. Ол қызына қабақ шытпай ұрысты, бірақ ол есікті тарс жауып үлгерген. Сіз 15 жасар бала сияқты әрекет етесіз. Лариса оның артынан айқайлап, ашулы жүз көрсетті. Оған тұрмысқа шығу керек. Мен мұнда да жақсы сезінемін деп айқайлады қызы, Маша есіктің ар жағынан. Сөйтіп сөйлестік деді, Лариса ренжіп. Бүгін мән берме, жаным. Қойылымға назар аударыңыз деп мен оны жігерлендірдім. Айтпақшы, сіз керемет көрінесіз. Мен оның бетінен сүйіп, мойын сызығына қарадым. Әйелі қызарып кетті. Бүгін ол мен оған өткен 8 наурызда сыйлаған жүректері бар сырғалар мен кулондар тағыпты. Шашымды жасап көк биік өкшелі туфли кидім. Бұл өте ресми болмады, бірақ баяндаманың тақырыбы орынды болды. Үкіметтің жаңа бастамасының бөлігі ретінде Африка елдерімен мәдени алмасу. Есеп керемет шықты. Лариса әзілі-қалжыңымен көрермендердің, әсіресе оның ер адамдарының назарын аударып, оны көздерімен ашкөздікпен жалмады. Маған басқа еркектердің бұл ілтипаты қатты ұнады. Өйткені мен бүгін кешке оның бұл көйлегін ешкім емес, мен шешетінін білдім, және сен осындасың. Бір-бірімізді көрмегенімізге көп болды. Оқу бітірген сияқты. Міне, менің күйеуім Сергейді қарсы алыңыз. Ал бұл Алекс, біз халықаралық деңгейде бірге оқыдық деп түсіндірді ол маған. Қалдарыңыз қалай? Жақсы көрінесің, жарайсың деп шырылдады. Ал бұл Финн мен Джек деп таныстырды Алекс әріптестерін, костюм киген екі африкалық. Джек Алекс сияқты үлкен болды, бірақ қатал жүзі бар, ол ең үлкені болса керек. Финн Джектің иығында үлкен портфелі бар, және 3 бөліктен тұратын сұр костюмі бар жұқа, жанды көмекшісі болды. Бұл біздің делегация толық құрамда. Мен Ресейге баратынымды білгенде, мен біздің курс туралы және сіз туралы бірден есіме түсті деп күлді Алекс. Финн екеуміз ортақ тақырыптарды таптық, швед үстелі біткенше сөйлестік. Ал Джек әйеліме қарап үнсіз қалды. Және бізге қонаққа бардық. Лариса кенеттен бізді бейресми, былайша айтқанда қонаққа шақырды. Қазір қалай өмір сүріп жатқанымызға қарасаңыз, өзіңіз туралы айтыңыз. Және олар кеңескеннен кейін келісті. Лариса үйде қызбаланып, дастарханға Алекстің әкелген ромы мен жолда сатып алған гүлдерімен тез арада түрлі дәмділер әзірлеп жатты. Ыңғайсыз болса да аяқ киімін шешпеді, өкшесі плиткаларды шертіп тұр, тек көйлегінің дәл үстіне алжапқышын киіп, шашын құйрық етіп қойды. Бірақ бәрібір керемет көрінді. Дәл пештің алдына отыруға мүмкіндік жоқ, дастархан жолға түсіп, алдымен бір жағына, сосын екінші жағына еңкейіп отырды. Мен оның ақшылықпен жабылған жамбастарын бірнеше рет көргендіктен, Ларисаны оларға бұрылған кезде Алик пен Джек бірдей суретті көргенін түсіндім. Мен қиялдадым, және Джек Финнге қалай белгі бергенін байқамадым. Мұнда қай жерде темекі шегуге болады? Деп сұрады кенет Финн. Мен оны балконға апардым. Фуршет басында бастаған әңгімемізді сол жерде жалғастырдық. Және ол маған темекі ұсынды. Мен әрең темекі шегемін. Бірақ Финн мені бұл арнайы темекі деп сендірді, және маған басқа қораптан біреуін алды. Студенттік кезімнен темекі тартпай, жастық шағымды еске алуды жөн көрдім. Тәтті түтінді рахаттана жұтып, мұрныммен шығардым. Асханадан әйелінің шымыр күлкісі мен ерлердің қыбырлаған күлкісі естілді. Олар менің әйелімді жеңуге тырысты, бірақ ол шарап ішіп отырып күлді. Джек пен Алекс қолдарында стақанмен.
Ер адамдар күртешелерін шешіп, әйелімді құшақтап алғандай отырды, бірақ әдептілік үшін олар жай ғана диванның артына қолдарын жылжытты. «Саған не болды?» деп сұрады ол менен. «Сен күлкілі иіссің». «Мен оған арнайы сигара бердім», деді Фин күліп. «Бүгін сізде ерекше махаббат түні болады», деп көз қысты финдік пиджакты шешіп алды. Бірақ Лариса бұл сөйлемдегі қос мағынаны байқамады, тек күлді де, мені ұмытып кеткендей Алекспен және оның бастығымен шағын сөйлесуді жалғастырды. Мен қандай да бір ішкі фильмді көріп отырдым, ал сыртқы әлем менің санама енген жоқ. Сальвадор Дали стиліндегі көзқараспен араласып, мен бір нәрсеге мән бердім, неге мені ұрмағаны және неліктен әйелім маған соншалықты алаңдай қарады. Ал Алекс пен Джектің қолдары оны әр жерде сипап жатты. Ол екі үлкен африкалықтардың ілгерілеуіне қандай да бір түрде қорқақтықпен қарсы тұрды. Олардың арасында іс жүзінде қысылып қалды және бұл шайқаста анық жеңіліп қалды. Маған көмек сұраған көзқарастарын жіберді. Мен өзімді сырттан көргендей болдым және бір мезгілде жасыл шайтанмен иығыма отырып, маған сыбырлап тұрған жарқыраған періште болдым. Біз бұзақыларды дереу қуып шығуымыз керек. Лариса, берілме, деп періште маған сыбырлады және менің көзқарасымды жасырып, реакцияны күтіп, бетіме қарады. Енді олар оны сүйетін болады. «Дайынсыз ба?» деп сыбырлады шайтан, деп жауап бердім мен періштені менің көзқарасыма бөгет етіп, әйелімнің үлкен қара лақанға тығылған мойнынан көзімді алмай, шетке итеріп жібердім. Лариса қатты қарсылық көрсетіп, алдымен бір қолын, сосын екінші қолын итеріп жіберді, бірақ олар әр уақытта қайтып келді. Алекс оның құлағына бірдеңе деп сыбырлады да, мен берген сырғаларыммен, толған еріндерімен оның сырғасына тиіп кете жаздады. Лариса сыпайы әрі қарапайым күлді. Джек бірден оған еңкейіп, мойнын қытықтап, бірдеңе деді. Лариса күлді, қызарып кетті, бірақ басын шайқап, қолдарын қаттырақ итеріп жіберді. Әйелінің сыбыр шуы, тыныс алуы мен күлкісі 5 минут бойы жалғасты. Бірақ шайқаста жеңіліске ұшырағаны және толық берілу тек уақыт мәселесі екені анық болды. «Қалай аласыз? Бұл біздің әйеліміз. Мұны біз ғана жасай аламыз. Мен жаңғақпен бәс тігемін, бұл олар үшін нәтиже бермейді. Біз оны құтқарамыз. Алға!» Бірақ шайтан орнынан қозғалмады, мен тіпті қолымды көтере алмадым. Осы уақытта Алекс ақыры әйелімнің ернін ұстап алды, оның қолы оның асқазанынан сырғып кетті. Лариса шұғыл түрде резервті қорғаныс шебіне шегінуге мәжбүр болды. Аяғы мен қолын мықтап қысып, әдептілік шегінде етегінен ұстап тұрды. Сосын Джек орнынан тұрып, маған қарамай, әбігерлене бастады. Ол галстук, жейдесін, сағатын шешті, сосын белбеуін шешіп, шалбар мен іш шалбарын шешті. «Неге шешініп жүр, ұятсыз жігіт?» «Уф, оғат, ақымақ!» деп ант берді періште қолдарын бұлғап. Алекс ақыры әйелімнің ерінен шығып кетті, ол басын көтеріп маған қарады. «Сергей!» Бірақ көзім жыпылықтамай, мен Ларисаның саусағындағы сақинаға немқұрайлы қарадым, және оның қаншалықты әдемі көрінетініне әсер еттім. «Сергей!» Ол мені тағы да шақырды, бірақ мен қозғала алмадым және не болып жатқанын түсінбедім. Үшеуі әйелімді сүйіп, сипап бастады, содан кейін олар белсенді әрекеттерді бастады, бұған әйелі қазірдің өзінде риза болды. Біраз уақыттан кейін, олар бұл процесті әбден ләззат алған кезде, Маша құлаққапты мойнына түсіріп, ас үйге кірді де, аңырап қалды да, көзімен бүкіл мизансценаны әп-сәтте ренжітті. Ол 1-2 минут қимылсыз тұрды, бірақ кетудің немесе жанжал тудырудың орнына Финді көріп, оларға қосылуды шешті. Сосын кереует үстіндегі бөлмеге апарғаным бұлыңғыр есімде. Күн көзіме төзгісіз соғып, қара түнек қайнап, қорғасын толқындармен басымды айналдырды. Мен вампир сияқты күннен тығылу үшін қиналып бұрылдым. Соңғы сағаттардағы оқиғалар осы сиропта естеліктердің үзінділері сияқты қалықтап, басымның артындағы ауырсыну жаңғырықты. «Сәлем, қалай ұйықтадың?» Әйелі 3 кесе кофені науаға көтеріп, көңілді түрде жатын бөлмеге кірді. Бірақ мен суды сұрап, бөтелкені ашкөздікпен іштім, енді ғана жан-жағыма қарауға тырыстым. «Жігіттер қайда?» деп дауыстап сұрадым. «Сәлем, есіңде ештеңе жоқ па?» деп күдіктеніп сергіген әйелі таң қалды. Олар қонақ үйге әлдеқашан барған болатын. Бұл олардың ұйықтайтын жері емес. Шетелдік делегациялар, бәрібір. Неге мен өзімді жаман сезінемін? Сәтсіз темекі тартты, сондықтан ол жүзіп кетті.
Менің басым ашыла бастады, бірақ мен ештеңе есімде жоқ.